Ассалаумағалейкум құрметті курсқа қатысушылар. Бүгін біз не үйренеміз? Әлеуметтік желілер, әлеуметтік желілердің құндылығы, тарих және қызықты ақпараттар, әлеуметтік желілерге түсініктеме ретінде Facebook, ВКонтакте және Instagram желілерін алып қарайтын боламыз. Жалпы Facebook әлеуметтік желісін кімдер көп қолданады деген сұраққа келетін болсақ, орта жастағы, орта және жоғары білімі бар, білімді, төлеуге құқылы, әлеуметтік, белсенді және дамушы адамдар Facebook'ты көп қолданады. Яғни шамамен 30 және 35 жастан жоғары адамдар қолданады. Ал ВКонтакте әлеуметтік желісін өмірден өзін іздеп жүрген жас адамдар, музыканы, ойынды, көңіл көтерумен танысуды ұнататындар, түрлі талқылаулар мен дауыс берулерге қатысатын адамдар қолданады. Ал Instagram әлеуметтік желісінің қолданушыларының 60% әйелдер. Қолданушылардың ішінде жастар басым болып келеді. Қазіргі таңда Instagram әлеуметтік желісі қолданылу жағынан бірінші орында тұр. Әлеуметтік желілердің құндылығына тоқталатын болсақ, онлайн тұтынушылардың 98% әлеуметтік желілерге тіркелген. Ол дегеніміз, ғаламторды пайдаланушылардың, ғаламтор арқылы тапсырыс берушілердің 98% әлеуметтік желілерге тіркелген. Адамдар шамамен күніне 2 сағат 15 минут уақытын әлеуметтік желілерге арнайды. Әрине бұл орташа статистикалық көрсеткіш, яғни әркім әртүрлі қолданады. Содан кейін ғаламтор қолданушыларының 4-і өздерінің сүйікті компанияларының әлеуметтік желілердегі парақшаларына тіркелген. Ал 4-тік сатып алуды жоспарлаған кезде брендтерге тіркеледі. Бұған мысал келтіре кететін болсам, мысалға мен өзім Nike өнімдерін ұнататын болсам, сол компанияның әлеуметтік желісіне тіркелемін, немесе сол Nike өнімдерін сататын дүкендер мен сауда орталықтарының әлеуметтік желілеріне тіркелемін. Әлеуметтік желілер тұтынушылар үшін ақпараттың негізгі көзі болып табылады. 16 және 24 жас аралығындағы қолданушылар брендтер туралы ғаламтордан іздеуді емес, әлеуметтік желілерден іздеуді құп көреді. Мысал ретінде айта кететін болсам, мен бір нәрсені сатып алатын болсам, сол нәрсе туралы ақпаратты ең бірінші әлеуметтік желіден іздеймін. Мысалы, маған бір көлік ұнап қалса, және мен сол көлік туралы білгім келсе, немесе сол көлікті мен өзім сатып алғым келсе, сол көлік туралы мен ақпаратты бірінші YouTube желісінен іздеймін. Немесе басқа да жағдайларда бірінші әлеуметтік желіден іздеймін. Ол жақтан таппаған жағдайда Google, Яндекс сияқты браузерлерден іздеймін. Маған неліктен әлеуметтік желі тиімді, тек маған емес, жалпы көпшілік адамдарға браузерден гөрі әлеуметтік желілер тиімді болып есептеледі. Не себептен? Өйткені әлеуметтік желіде нақты жүйеде жасалынады бір нәрсе туралы ақпарат, яғни көлік туралы ақпарат болсын. Ал браузерлерде мысалға өздеріңізде көріп жүргендей, браузерге, Googleге, Яндекске сіз бір поискке, іздеуге бір сөзді жазсаңыз, ол сізге миллиондаған ақпаратты тауып береді. Сіздің жазған, іздеген нәрсеңізге ұқсайтындай ақпараттарды шығарып береді. Сол себептен де оның ішінен өзіңізге қажетті ақпаратты табу көп жағдайда қиын болады. Содан кейін видео көру әлеуметтік желілердегі сүйікті іс болып табылады. Әлеуметтік желілердің жалпы тарихы және қызықты ақпараттарына келетін болсақ, ең алғаш пайда болған әлеуметтік желілердің бірі Facebook желісі, ол 2004 жылы ашылды. ВКонтакте желісі 2006 жылы ашылды. Facebook желісін Марк Цукерберг, ал ВКонтакте желісін Павел Дуров ашқан болатын. Ал біздің Instagram ол 2010 жылы ашылған болатын. Instagram желісін Кевин Систром және Майк Кригер ашқан болатын. Instagramның алғашқы атауы Bourbon деп аталған екен. Кевин Систром және Майк Кригер жай ғана сурет салу үшін ашқан болатын. Бұл мықты әлеуметтік желі болады деп ойламаған олар. Ал 2012 жылы Марк Цукерберг, яғни Facebook'ты 2004 жылы ашқан адам, 2012 жылы Instagram'ды әлеуметтік желіні $1 миллиард сатып алды. Қазіргі таңда Марк Цукерберг WhatsApp желісінде сатып алды және барлығын біріктіріп, бір платформа жасауды қалайды. Instagram желісінде таргетинг жасау үшін, яғни жарнама жасау үшін Instagram аккаунтымызды бірінші Facebook'ке тіркейміз. Содан кейін сол Facebook'ке тіркегеннен кейін сол Facebook арқылы таргетинг, яғни жарнама жіберетін боламыз. Осылайша Марк Цукерберг WhatsApp желісінде, Instagram және Facebook желісінде біріктіруді ойға алуда. Құрметті достар, осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Біз бұл видеода әлеуметтік желілердің құндылықтары және оның тарихымен таныстық. Бұйырса келесі сабақтарда біз Instagram жайлы 5 дерек және Instagram'ды қолданудағы алғашқы қадамдарды үйренетін боламыз. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің мазалаған сұрақтарыңыз болса, комментария жазып қалдырсаңыздар болады. Мен бұйырса барлығын оқып, өзім білгенімше сіздерге жауап беретін боламын. YouTube желісіндегі қазақ тіліндегі каналдарды дамытайық, қазақ тілін бірге қолдайық. Барлығыңызға рахмет, сау болыңыздар.